Балаңыздың мойны қисықтық, яғни кривошея сізге уайым болып жүр ма? Оны тез емдеу жолы тек массаж ғана емес, қосымша мойынға бандаж қою арқылы. Бандаж қоюды қазір көрсетемін. Олай айтпасайық. Үй жағдайында бәрінің де простина бар шығар. Осыны самолеттік қыламыз. Мен тез көрсетемін, сіз асықпай жасаңыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Вот самолеттік қылдық. Бүгеміз. Тағы да самолеттік қыламыз. Енді бүгеміз. Вот қараңыз, мен қалай бүгіп жатырмын. Мұқият қараймыз достар. Ешқандай қиындығы жоқ. Егер үйіңізге массаж шақырсаңыз, қосымша бандаж тағу керек. Мынау біткен кезде міне қатты болып тұр. Мына қисық жағына осы қатты жағын қоямыз. Қазір көрсетемін. Мысалы, баланың мойны оңға немесе солға қисайып тұрса, қисайып тұрған жағын қатты жағын қоямыз. Яғни міне қатты жағын қоямыз, орайымызда мынаны ішеріне кіргізіп жібереміз. Сосын міндетті түрде 2 саусақ салып көріңіз, чтобы балаға дем жетпей қалмас үшін. Егер ақпарат пайдалы болған болса, лайк басып парақшаға тіркелеміз.